Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Біз сіздермен бүгін қазақ әдебиеті сабағын өтетін боламыз. Бүгін сіздермен бірге мен, Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы Шымкент көлік колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің бірінші санатты оқытушысы Намуратова Индира Абылкановна. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге би шешендердің асыл мұрасынан тәрбиелік, өнегелік мәні бар ақыл кеңестерінен үзінді келтіруді жөн санадым. Бала төле жастайынан үлкен абыз ақсақалдардың, үлкен би шешендердің ақылын тыңдап, өсиеттерін тыңдап, сол кісілердің батасын алып өсіпті. Күндердің күнінде бала төле әкесінің қасына келіп, әкесі ел бірлігі, ынтымағы жайлы сөз қозғап отырғанын тыңдап отырады. Сол кезде бала төле әкесіне қайткенде елдің бірлігі, ынтымағы берік болады, бұның күші қандай болмақ деген сұрақ қояды. Сонда Әлібек би баласының сұрағына бірден жауап берместен, баласына буылған бір бума жас шыбықты алдыртуын өтінеді. Буылған жас шыбықты алып келген бала төлеге осы шыбықты барлығын бірге сындыруын тапсырады. Намысқа тырысқан бала төле былай майыстырса да шыбықтарды сындыра алмайды. Бір кезде енді осы буылған шыбықты шешіп, бір түндеп сындыруын өтінеді. Бала төле буылған шыбықты шешіп, бір түндеп оңай сындыра бастайды. Сонда Әлібек би баласына мұның сырын енді түсінген боларсың деп сұрақ қояды. Түсіндім әке, бұл мысалыңыздың мәнісі ынтымағы, бірлігі жақсы елді жауда дауды ала алмайды дегеніңіз емес пе? Саяқ жүрген таяқ жейді демекші. Ынтымағы жоқ, бірлігі жоқ елді жау оңай сындыра алады деп түсіндім дейді. Сонда Әлібек би жарайсың балам. Ең алдымен ел билеу үшін елді ауызбірлікке, ынтымаққа шақыра біл. Бақ қайда барасың десе, ынтымағы жарасқан елге барамын дегеннің мәнісін осылай түсіндірген екен. Ендеше ынтымағы жарасқан, бірлігі жарасқан ұжым ретінде біз бүгін сіздермен сабағымызды бастайық. Бүгін біз сіздерменен қазақ әдебиетінің дарабозы Қабдеш Жұмаділовтің өмірі мен шығармашылығымен таныс боламыз. Сонымен қатар Тағдыр атты романының мазмұны мен идеясына тереңірек үңіліп танысатын боламыз. Қабдеш Жұмаділовтің Тағдыр романы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты білу, жазушының өмірі мен шығармашылығы туралы мәлімет алу, түсіну, Тағдыр романының мазмұнын түсіну, қолдану, роман туралы түсінігін кеңейту, жазушының портрет жасау шеберлігін табу, талдау, романдағы ұлттық ойын суреттерін талдау, жинақтау, Шыңжаң қазақтарының бостандығы үшін күрескен кейіпкер туралы эссе жазу, бағалау, романда суреттелген тарихи ахуал жағдайында адамдардың өзара қарым-қатынасына баға беру. Қазақ әдебиетінің тарихында өзіндік орны бар проза жанрының өркендеуге үлкен үлес қосқан жазушылардың бірі бұл Қабдеш Жұмаділов. Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы 24 сәуірде Қытай Халық Республикасы Шыңжаң өлкесінің Тарбағатай аймағында дүниеге келген. Шәуешек қаласындағы гимназияда білім алған. Қытайдағы саяси жағдайларға байланысты түрлі қуғын-сүргін көрген ол 1962 жылы Қазақстанға өтеді. Сөйтіп, 1965 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітіріп, түрлі баспаларда қызмет атқарады. Қабдеш Жұмаділов жайлы толығырақ мәліметті білу үшін бейне сюжетке назар аударыңыздар. Сонау көшпенділер ауылында туып өсіп, екі бірдей империяны бастан кешірген Қабдеш Жұмаділов өмірбаяны аса бай адам. Ол 1936 жылы 24 сәуірде Шыңжаң өлкесінің Тарбағатай аймағы Малдыбай ауылында дүниеге келді. Болашақ жазушы 1956 жылы Қытай үкіметінің жолдамасымен Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетінде оқыды.
Алайда екінші курстан кейін екі ел арасындағы саяси жағдайға байланысты кері шақырылып, 1962 жылы шекара бұзып өткен қазақ көшімен бірге атамекенге оралды. Ал енді мені білесіздер, менің өмірлерім даңғыл болған жоқ. Бұрадан ұзақ, бұрадан жол бастым осы 80 жылда. Bir elde tuğup, odan ikinci bir elde kelip, tırşılık edip, ikinci bir elde Alaman beyliğe katsın. Ömür сүрудеген оңай шаруа емес. 1967 жылы Қабдеш Жұмаділовтің «Жас дәурен» атты өлеңдер жинағы жарық көрді. Осыдан кейін жазушы бірыңғай проза жазуға ойысқан. Жалпы жазушының қаламынан 10 роман, 21 повесть, 70-тен астам әңгіме туыпты. Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы 1988 жылы жарық көріп, 1990 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлыққа ие болған. Роман 1884 жылғы Шәуешек хаттамасында бекітілген Ресей патшалығы мен Цин империясы арасындағы шекара бөліс туралы. Бұл оқиға екі алып империя арасындағы жер бөлісі ғана емес, Шығыс Түркістанды мекен еткен қазақ халқында екіге айырған тарихи оқиға болды. Жазушы осы кезеңде шекараның арғы бетінде қалған халықтың тағдырын тақырып етіп алған. Романның бас кейіпкері Демежан тарихта болған тұлға. Жазушы ел үшін қызмет етіп, жанқиярлыққа барған адамның өмірі арқылы бүкіл бір кезеңдегі халықтың тұрмыс тіршілігін бейнелейді. Ол тек қазақ халқына тән жақсы қасиеттерді, әдемі дәстүрлерді, әдет ғұрыпты ғана емес, сол тұстағы қазақ қоғамында орын алған алауыздық пен рушылдық секілді қасиеттерді де шынайы көрсете алған. Роман композициясы 4 бөлімнен және эпилогтан тұрады. Алғашқы «Жол торап» атты бөлімінде Демежанның шаңырақ көтеріп, шекара комиссиясы құрамында қызмет етуі, билікке араласуы, оқуы, ізденуі, ой өрісінің өсуі сипатталса, «Тағдыр» талқысы атты екінші бөлімінде Демежанның жеке өміріндегі қиындықтар, әкесінің өлімі, ағайын арасындағы алауыздық баяндалады. «Уақыт керуен» деп аталатын үшінші бөлімі Демежанның ұлт үшін істеген азаматтық істерін арналған. Соңғы «Дар ағаш» атты 4-ші бөлімінде Демежанға жазықсыз жала жабылады да дарға асылады. Романның қысқаша сюжеті осындай. Шығарма тауын тек роман кейіпкерінің басынан өткен жайлар, оның есею, кемелдену, өсу жолы деп қана түсінбей, көшпелі тіршіліктен отырықшылдыққа бет бұрған тұтас бір халықтың тағдыры деп түсіну керек. Елім айлап еңіреген, бодандық қамытын киген халықта өзге ұлттармен тең дәрежеде тұратындай өркениетке жеткізсем, өзіне өзін биетсем деп көксеген жанның өзек жарды армандары романның басты идеясына айналған. Бүгін біз сіздермен бірге Қабдеш Жұмаділовтің өмірі мен шығармашылығымен қысқаша болса да танысып өттік. Ендігі кезекте сіздерге тапсырма. Жылдар сөйлейді. Жылнамалық кезеңге қарап жылдарға сәйкес оқиғаларды толтырыңыздар. Яғни кітаптың көмегімен хронологиялық кестені толтырамыз. Яғни Қабдеш Жұмаділовтің өмірінде орын алған жылдарға байланысты оқиғаларды осы кестеге толтырамыз. Келесі «Тағдыр» романына қатысты тапсырмалар мен сұрақтар. Бірінші тапсырма: бүгінгі сабақтың ең маңызды мәнді мәселесі. Жазамыз, толтырамыз. Екінші тапсырма: «Тағдыр» романының бөлімдері, тақырыбы, идеясы. Толтырып жазамыз. Үшінші тапсырма: «Тағдыр» романының кейіпкерлері, бүгінгі күнмен байланысы. Толтырып жазамыз. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында сіздерге тест тапсырмасы сұрақтары берілген. Дұрыс нұсқасын белгілеп көрсетеміз. Бірінші сұрақ: «Тағдыр» романының басты кейіпкерін белгілеңіз. А. Әріп Тәңірбергенов. В. Демежан. С. Ши-амбы. Д. Ұл болсын. Дұрыс нұсқасын көрсетіңіз. Екінші: Шәуешек протоколы қай жылы жасалғанын көрсетіңіз. А. 1860 жылы. В. 1884 жылы.
С 1890 жылы, Д 1990 жылы. Дұрыс нұсқасын көрсетеміз. Үшінші сұрақ. Демежанның адал жарын белгілеңіз. А. Ажар. В. Бибі. С. Назым. Д. Ырысқан. Дұрыс нұсқасын көрсетеміз. Төртінші сұрақ. Қабдеш Жұмаділов 1990 жылы қай шығармасы үшін мемлекеттік сыйлыққа ие болғанын белгілеңіз. А. Дарабоз. В. Таңғажайып дүние. С. Соңғы көш. Д. Тағдыр. Бесінші сұрақ. Тағдыр романының басты идеясын көрсетіңіз. А. Отбасында тату-тәтті ғұмыр кешу керек деген идея. В. Ұлт болған соң, ұлтқа қызмет етіп, сол ұлтты өзге ұлттармен дәрежесін тең етуге ұмтылу керек деген идея. С. Өмірдегі өзге заттың барлығы өткінші, тек өнер өлмейді деген идея. Д. Адам болып жаратылған соң, арына дақ салмай, адамдық қалыпты сақтап қалу керек деген идея. Дұрыс нұсқасын көрсетіп белгілейміз. Келесі біздің тапсырмамыз сөздікпен жұмыс. Мына кестеде берілген сөздіктерді дәптерімізге жазып, бұл сөздіктерді жаттап аламыз. Даңқты, знаменитый, тілі шешен, оратор, тартылыс, тяга, тауқымет, испытание, жан рахатына бөленеді, наслаждается, шеген істер, отступление, қайшылық, противоречие, қудалау, преследование, жаза, наказание, сақтап қалу, сохранить, қара басының қамы үшін, заботиться лишь о себе, өзара, между собой, ұялы қауым, интеллигенция. Осы берілген сөздіктерді дәптерімізге жазып, жаттап аламыз. Келесі ең соңғы тапсырмамыз, топтық жұмыс. Демежанның қарағашы бүгінде саялы жасылбақ постер қорғау арқылы орындаймыз. Үй тапсырмасы. Қабдеш Жұмаділовтың өмірі мен шығармашылығы туралы қосымша іздену. Екінші. Тағдыр романын оқу, талдау, түсіну. Үшінші тапсырма. Еліңе еткен игі ісіңіз үшін рахмет тақырыбында эссе жазу. Бүгінгі сабақта берілген тапсырмаларды асықпай, мұқият орындап, Smart Nation'ға жүктеп жібереміз. Сонымен қатар сіздерге логикалық сұрақ қойғым келіп отыр. Сіздер тағдыр дегенді қалай түсінесіздер? Тағдыр дегеніміз не? Сіздердің түсініктеріңіз бойынша. Және тағдырды біз өз қолымызбен өзгерте аламыз ба? Сол жайында менің жекеме жазып жіберсеңіздер болады. Мен сіздердің әрқайсыларыңыздың жауаптарыңызды тағатсыздана күтетін боламын. Мен сіздермен бүгінше қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.